Сәлем достар, эфирде Қаржы мектебі бағдарламасы. Біз бүгін өте қызықты, ал ең бастысы өте пайдалы ақпараттарға толы саяхатқа бірге аттанамыз. Достар, бұның алдыңғы сабақтарда біз ақшаны қалай дұрыс жұмсау керектігі туралы, шығындардың түрлері туралы көп айтқан болатынбыз. Ал бүгінгі бағдарламада біз бірден бір табыс көзі, яғни жалақы туралы сөз етеміз. Сендер ата-аналарыңның жалақысын білет шығарсыңдар. Менің тек қана білейін деген сендердің отбасылық бюджетті қаншалықты жақсы білетіндерің ғана. Егер жалақылар туралы сендерге айтып берсе, ол не деген сөз? Сендерге сенім артады деген сөз. Бұл өте жақсы. Жалпы адамның жалақы алуы қандай қасиеттерге байланысты? Көп жалақы алуы, аз жалақы алуы қалай ойлайсыңдар? Оны қазір біз интерактивті тақтаға қарайық. Мынау кесте бойынша анықтап аламыз. Жарай ма? Енді адамның бойында көптеген қасиеттер болады ғой. Солар көп жалақы алуға қалай әсер етеді? Жалпы дұрыс қасиеттер көп болса, жалақың да, табысың да көп болады деген сөз, бұрыс қасиеттерің көп болса, жалақың аз болады. Болмай қалуы да мүмкін, сен жұмыссыз қалуың да мүмкін, солай емес пе? Ал енді анықтап көрейік. Қандай қасиеттерді біз дұрыс қасиеттерді, қандай қасиеттерді бұрыс қасиеттерге кіргіземіз? Дұрыс қасиеттер қалай ойлайсыңдар? Білім. Кәнекей. Ең бірінші білім дедіңдер, өте дұрыс деп ойлаймыз. Тексеріп көрейік. Бәрекелді, жақсы. Еңбекқорлық. Еңбекқорлық. Кәне тексеріп көрейік. Мақсатперлік. Мына жерде. Тамаша. Ал бұрыс қасиеттерге қайсысын жатқызасыңдар? Мақсатсыздық. Жалқаулық. Мақсатсыздық, Кәне көрейік, жалқаулық. Өте дұрыс екен. Мақсатсыздық. Міне жақты екен. Білімсіздік. Ал енді дұрыс қасиеттерге көшейік. Табандылық. Мансап құруға деген талап. Бұл дұрыс қасиет пе, әлде бұрыс қасиет? Дұрыс қасиет. Дұрыс қасиеттер. Жинақтала алмау. Бұрыс қасиет, Шашыраңқы қызығушылық дейді. Қалай ойлайсыз? Бұрыс қасиет, Өте дұрыс балалар. Тамаша. Жалпы сендер болашақта өскен кезде жоғары жалақы алуға лайықты азаматсыңдар. Ал айтыңдаршы балалар, жалақы тағы неге байланысты болуы мүмкін? Сабырлыққа. Еңбекқорлыққа, дұрыс. Білімдікке. Шыдамдылыққа өте дұрыс айтасыңдар. Жалпы бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ол жалақы. Адал еңбегімізге ақы алу бұл қаржылық сауаттылықтың басты негіздерінің бірі. Дәл осы туралы біз бүгінгі қаржы мектебінде сөз етеміз. Жалақы жұмыс берушінің жұмысшы еңбегін пайдаланғаны үшін төлейтін ақысы. Еңбек ақы рулық қоғам жамағатқа ауысқан шақтан бастап төленген. Егер көрші көмекке келген болса, оның еңбек ақысы тамақ немесе басқа да затпен төленетін. Көп уақытқа дейін еңбек үшін жалақы төлеу жүйесі жүзеге аспады. Рим империясы тұсында да, орта ғасырда да, Еуропада негізінен мемлекеттік қызметте істейтін. 18-19 ғасырларда өнеркәсіп революциясы кезеңінде көптеген жаңа мамандықтар және жұмысшылар пайда болды. Бірақ олардың жалақысы күнделікті немесе жасаған жұмысына орай берілетін. 19-20 ғасырдағы индустриалды революция ірі бірлестіктердің құрылуына және қызметкерлер санының күрт өсуіне негіз болды. Электр жарығының, телефон және телеграфтың пайда болуына байланысты зауытта істейтін жұмысшылар санын арттыру қажеттілігі туды. Дәл осы кезеңдерде жалақыны белгіленген айлық төлем ретінде пайдаланады. Жыл сайын экономистер бюджетті қарастырған кезде ең төменгі жалақы мөлшерін анықтайды. Оның деңгейі ешқашанда күнделікті күнкөріс деңгейінен төмен болмауы тиіс. Ал жұмысшыларға төленетін ай сайынғы жалақы деңгейі осы деңгейден, яғни белгіленген деңгейден төмен болмау қажет.
Атақты өнертапқыш және автомобиль зауытының қожайыны Генри Форд бір күні жұмысшыларының бәріне жалақысын 2 есе көтеріпті. Нәтижесінде ол тақырға отырмақ түгілі одан бетер байып кеткен. Жалақылары көбейген жұмысшылар Форд зауытында өздері шығарып жатқан автокөліктерді сатып ала бастаған. Қаржылық сауаттылық дегеніміз бұл қаржы әлеміне жасаған әр қадамыңа деген жауапкершілік. Ал енді балалар, жалақының көлеміне не әсер ететініне тоқталайық, е? Ол үшін ойын ойнаймыз. Жалақы бізде 3 бөліктен тұрады. Қараңдар, еңбекке төленетін сыйақы, өтемақы және ынталандыратын төлем. Сендердің мақсаттарың, әрқайсың қазір мен қасыма шығасыңдар тақтаның қасына. Осы бөліктерге не кіреді? Соларды тек тауып беру. Алидар, келе ғой қасыма. Сенің ойынша қалай ойлайсың? Еңбекке төленетін сыйақыға не кіреді? Жұмыстың санына және сапасына. Тексеріп көрейік. Орнына қоя ғой. Керемет. Жақсы, жарадың. Айта қойшы, өтемақыға не кіруі мүмкін? Климаттық жағдай. Климаттық жағдай. Тексеріп көрейік. Өте дұрыс. Керемет, орныңа отыра қой. Сонымен балақайлар, тақтаға кім шығады? Мен. Кел, Саяжан. Ынталандыратын төлемге не жатады? Сыйақы шығар. Көрейік. Міне, дұрыс. Ал өтемақыға осылардың қайсысы кіреді? Зиянды қауіп заттармен жұмыс істеу. Кәнекей? Онда оны көрейік. Өте дұрыс, көп рахмет, Саяжан. Отыра ғой, келесі кім шығады? Кел, айба. Еңбекке төленетін сыйақыға не кіреді? Айта қойшы ма? Қалай? Жұмыс күрделілігі. Күрделілігі ме? Кәне көрейік, тексереміз. Өте дұрыс, жақсы. Ал ынталандыратын төлемге не кіреді? Бонус төлеу. Ал қане тексерейік. Бонус төле өте дұрыс. Орныңа отыра қой. Келе ғой, Жұлдызай. Сонымен айта қойшы, еңбекке төленетін сыйақыға тағда нені кіргіземіз? Біліктік. Тамаша. Ал, әрі қарай, ынталандыратын төлемге нені кіргіземіз? Мына өзі 2-ақ нұсқа қалды. Кіріске қатысу. Кіріске қатысу. Өте дұрыс, тамаша. Ал, енді Қайырхан бізде қалды. Кел. Бізде бір ғана нұсқа қалды. Өтемақыға ерекше еңбек жағдайын кіргіземіз. Өте ерекше жұмыс орны болады. Жұмыс орны. Иә? Суық жерде дедік, ыстық жерде, жер астында деген сияқты. Және өте ерекше еңбек жағдайлары болады. Еңбек етуге жағдай ерекше болып тұр, дұрыс қой? Сондықтан осындай жағдайларда адамдарға жалақысының үстіне тағы да өтемақы төленеді. Жалақыны есептеу үшін көп тер төгу керек. Және де оған білім қажет. Ал ең бастысы жалақының деңгейі ең төменгі жалақы деңгейінен төмен болмауы тиіс. Әйтсе де шарты жалақы деген ұғым бар. $1 көлеміндегі жалақыны балаларға, нашар отбасыларға, жағдайы аздарға көмектесетін Біріккен ұлттар ұйымының еркін ерік елшілері алады. Достар, ақша жаратуға бәріміз шеберміз. Бірақ оны таза еңбекпен тауып, оны көбейту, дұрыс жұмсау бәріміздің қолымыздан келе бермейміз. Дұрыс қой? Оны меніңше басқа шет мемлекеттердегідей мектеп бағдарламасына кіргізіп, химия немесе алгебра пәндер сияқты оқыту керек сияқты. Ал қаржылық сауаттылықты пән ретінде көптеген шет мемлекеттерінде мектеп бағдарламасына енгізген. Алиса в стране чудес кітабының авторы Льюис Кэрролл өзінің кітабын үлкен тиражбен шығарған. 150 000 дана. Содан кейін Кэрролл өзі қызмет еткен колледж басшыларынан жалақысын төмендетуді сұрайды. Себебі кітаптан түскен қаламақы оның бақуатты өмір сүруіне жеткілікті болыпты.
жауапкершілік, тәртіп, жоспарлай білу бұл қаржылық сауаттылықтың басты қағидалары. Дәл осыны біз қаржы мектебінде үйренеміз. Достар, мінекей, білімнің жалақының көлеміне, мөлшеріне үлкен әсерін тигізетінін біліп алдық, Иә. үнемі оқу керек. Сарапшылардың ойынша, осы білімге жұмсалатын қаражатты ешқашан аямау керек. Сала беру керек, білімге сала беру керек, оқу керек. Кейбір кәсіпорындарда жұмысшыларға арнайы білімді жоғарылататын курстар өткізіледі. Яғни жаңа алынған білім жұмысшының жалақының көтерілуіне өзінің септігін тигізеді деген сөз. Ал сендер өмір бойы оқуға дайынсыңдар ма? Иә. Өте дұрыс. Достар, біліктілікті арттыру бұл өз мамандығының хас шебері болу деген сөз. Яғни үлкен сұранысқа ие болу. Лондонның кейбір пошта бөлімшелерінде мысықтарға үнемі жалақы төленеді. 100 жылдан бері мысықтар банкті тышқандардан қорғап келеді. Олар поштаға ресми түрде қызметке рәсімделген. Біздің қаржы мектебі бағдарламасы қаржы әлеміне дұрыс қадам жасауларыңа өз көмегін көрсетеді. Сонымен балалар, бүгінгі сабақтан біз не түсіндік? Соны тексерейік. Не арқылы? Ойын арқылы. Өте дұрыс айтасыңдар. Сонымен балалар, бұл жерде қоғамда адамдарға, жұмысшыларға жалақыны неге төлейді? Не үшін төлейді? Соның 5 себебі жазылған. Сендердің мақсаттарың әдеттегідей әр себептің қасына сәйкес суретті орналастыру. Ал достар, бірінші тақтаға кім шығар? Мен. Жұлдызай. Келе ғой. Бірінші себеп. Жұмысшы өмірін қамтамасыз ету. Үшінші суретте білейм. Сендер қалай ойлайсыңдар? Төртінші. Болады, ондай. Дұрыс, керемет. Әр қарай кім? Кел, Алидар. Мотивация дейді. Үшінші сурет. Өте дұрыс. Сайжан, келе ғой. Үшінші себеп мәртебе. Бесінші сурет. Қоя ғой, тексеріп көрейік. Өте дұрыс, көп рахмет, орныңа отыра ғой. Қайырхан, келші. Саған мынандай тапсырма, мынау себеп еңбек нарығын реттеу. Менің ойымша бірінші сурет. Өте дұрыс. Кел, Айбар. Ал, мына қаламды ал. Сонымен әлеуметтік себеп дейді, оған... Менің ойымша екінші сурет. Ой. Дұрыс, өте дұрыс. Қол шапалақ, достар, орныңа отыра ғой. Ал, достар, бүгінгі сабақтан біз не түйіндедік? Айбар? Жалақы демалуға, отбасына асырауға, медицина Көмек алуға. емделуге көмектеседі. Өте дұрыс. Сен қауіпті жерлерде жұмыс істесең, саған жалақымен бірге тағы да ақша түседі. Қосымша ақша төленеді, өтемақы төленеді. Жалақы жұмысшының өмірін қамтамасыз етеді. Өте дұрыс. Ал Қайырхан, сен не дейсің? Жалақы ең төменгі жалақыдан аз болмауы тиімді. Өте дұрыс. Достар, өздеріңе қызықты жұмыспен айналысыңдар. Және де сол жолда әрқашан білімдеріңді арттырып отырыңдар. Сонда ғана сендер өз істеріңнің хас шебері мамандар, нағыз мамандар боласыңдар. Және де үлкен сұранысқа ие боласыңдар. Сонда ғана сендердің жалақыларың өте жоғары болады. Қаржы мектебімен қаржылай сауатты болуды бірге үйреніңдер. Келесі кездескенше аман сау болыңдар, достар.